біз имам болғаннан кейін, мешітте істегеннен кейін сан түрлі адам келеді, сан түрлі сұрақтармен. Сонда өткенде бір қыз баласы келді, әкесі өмірден өткен екен. Өзі жақында намаз бастаған екен. Сол таныстары, әкең намаз оқымаған болса, оған Құран бағыштама, оның артынан дұға етпе деп айтқан екен. Сол сұрақ мазалап мешітке келіп сұрақ қойды. Жалпы жат ағымның өкілдерінің белгісі бұл. Жаңағы мазхаб ұстанбайтын, сәләфилік жолда, уахабилік жолда, неше түрлі жолда жүрген адамдардың бұл белгісі. Яғни өмірден өткен адам өзін мұсылман санай тұрса да, ол намаз оқымаса, оның артынан дұға етуге болмайды дейді. Алла тағала Құран кәрімде Хашр сүресінде وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. Әлгі бізді және бізден ілгеріде өткен момын мұсылмандарды кешіре көр деп Алла тағала сол бір аятты келтіреді. Және وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا. Сол бір иман келтірген момын мұсылмандар үшін біздің жүрегімізге ешқандай өшпенділік сала көрме деп дұға етеді. Яғни біз момын мұсылман өмірден өтетін болса, оны жек көріп, ол намаз оқымады, ол ана құлшылығын істемеді, мына құлшылығын істемеді деген сынды желеулерді айтып, оларды дұғасыз қалдырмауымыз керек. Құран кәрім бізге олардың артынан истиғфар тілеп дұға етуге үгіттеп жатыр.